TikTokта болып жатқан трендті бірге жасайық. Ол үшін бізге бір мармелад және де спрайт қажет. 5-6 мармеладты ыдысқа салып, үстінен кішкене спрайт құйсаңыздар болады. Содан кейін бір күнге холодильникке салып қойыңыздар. Сол кезде мармелад 3 есе үлкейетін болады. Бұл тренд Корея TikTok'ынан келген еді. Шайн мускат жемесек те осы трендті жасауға кірістік. Келесі күні мармеладтар осындай үлкен болып өсіп кетті. Өскен мармеладты морозильникке салып қойыңыздар. Сол кезде ол осындай әп-әдемі мимишный болып шыға келеді. Бір көзбен қарағанда зефирға ұқсайды, бірақ бұл қатып тұрған нағыз мұз дәмі.